достар, Адина Мадина тағы да сендермен бірге. Достар, бүгінгі видео өте қызықты болады. Себебі бүгін біздің арнамызда біздің анамыз. Яғни достар, бүгін біз сендермен бірге Вопрос Матвей деген видео түсіретін боламыз. Ал сендерге қызық болса, кеттік! Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Ал мама, біздің каналымызға қош келдіңіз. Достар, мама осы видеоның ойын шарты өте оңай, өйткені бізге қойылған сұрақтарға жауап береміз. Бірақ бізге ғана емес, біздің анамызға да қатысты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ол біздің сұрақтарға шынайы жауап беру керек. Иә. Жақсы. Бұл біздің инстаграмымызда болған. Міне біз пост жазғанбыз. Өте көп сұрақ келді. Қазір бәріне жауап береміз. Кеттік. Бірінші сұрақты Мадина оқиды, өйткені Мадина үлкен. Қыздарны шатастырып алған кез болды ма? Жоқ, енді Адина Мадинаның подписчиктары сәлем. Барлықтарына бірінші сұрақ қайталашы? Қыздарыңызды шатастырып алған кезіңіз болды ма? Шатастырып алған кездері. Ондай кез болған жоқ, өйткені мен кез келген уақытта Адина Мадинаны ажыратамын. Мен олардың анасы болғандықтан мен тіпті телефонмен, содан кейін білмеймін, мен оларды мүлдем шатастырып көрген жоқпын. Ол кез келген егіздердің анасы сондай болады деп ойлаймын. Иә. Енді келесі сұраққа көшеміз. Егіздеріңізді неге Адина Мадина деп қойдыңыздар? Неге? Адина Мадина менің ойымша өте әдемі аттары. Адина араб тілінен жұма күні дүниеге келген қыздың аты деп. Жұма күні туған келді. Жұма күні туған қыздың аты Адина деп болады. Ал Мадикоша, Мадина мәдениетті, ақылды қыз болсын деп Мадина осындай ат берді. Бірақ екеуіне егіз болғандықтан тіпті жарасады деп ойлаймын. Адина Мадина. Басында бізге қандай аттар қойғысы келді? Айман, Шолпан, тағы да. Негізі Айман, Шолпан, көбісі қазақтар егіздерді Айман, Шолпан деп қояды қыздарды. Бірақ басқа да ұсыныстар болды. Мысалы Амина, Алина деген, содан кейін Тоғжан, Аружан бір-біріне ұқсайды. Содан кейін Тамирис, Наргиз. Бірақ бізге осы бәрімізге Адина Мадина деп қатты ұнады. Сондықтан сендер Адина Мадинасың. Достар, енді келесі сұраққа көшеміз. Үшінші сұрақ. Адина Мадинаның жақсы және жаман қылықтары. Жақсыдан бастайық, жақсыдан бастайық. Адина Мадина өте еңбекқор. Ол рас. Олар ешқашан шаршамайды. Олар күні түні видео түсіруге дайын. Олар съемкаға барып, әртүрлі видеоға түсіріп, содан олар шаршамайды. Және де Адина Мадина жақсы бір қасиеті бар деп ойлаймын. Ол, мысалы, сендер қызық бір нәрсе шығады ғой, сондай нәрселерді олар тез-тез түсініп алады, тез-тез оқып алады. Және сабақтан да Адина Мадина 5-ке оқиды, қиналмай, және де ешқандай қиындықсыз, мен ойлаймын. Әзірше солай болып тұр. Және де мен кез келген идеямды олар қолдайды. Жаман, әрине, сендер менің балаларым болғандықтан мен жаман нәрселерді айта алмаймын. Мысалы, Адина Мадина
көп ұйықтайды. Иә, көп ұйықтайды және де әсіресе жазда. Бірақ бір жағынан ол да жақсы деп ойлаймын. Өйткені жазда балалар демалу керек, жаңа күшімен жаңағы мектепке дайындалу керек. Сондықтан мен оларды түсінемін. Мен ойымша біздің жаман қылықтарымыз біз бір нәрсе бола ұрыса береміз бірге. Мүмкін. Келесі төртінші сұрақ. Неше болады жалпы? 10-15. Адина мен Мадинаның айырмашылықтары. Мінезден жағынан ба? Мінез жағынан давайте. Мінез жағынан Адина Мадинаның. Мадинадан бастайық? Мадина бізде үлкен. Мадина яғни бірінші дүниеге келді. Адинаға қарағанда ол өте тиянақты. Кез келген нәрсені ол ойлап істейді. Және де эмоцияға берілмейді. Ал Адина керісінше, Адинада бірінші эмоция жүреді. Содан кейін ол жан-жағын ойлайды. Бірақ дегенмен Адина шешім тез қабылдайды. Және де екеу бір-біріне қатты бір-біріне келеді мінездері. Мысалы, біреу үйді жинаса, екіншісі ыдыс жуады, сол жағынан маған жақсы көмектеседі. Мысалы, біреу математиканы жақсы түсінсе, екінші ағылшынды жақсы түсінсе, олар бір-біріне көмектеседі. Ол жағынан ол өте жақсы деп ойлаймын. Бір рет бізде Қытай тілінен тәжірибе болды. Сол жерде біз бірге отырғызды бізді апайды. Солда біз максималды балл алдық екеуміз. Өйткені бір-біріміздің ақымызды қосса өте 2 есе болады. Иә, 2 есе көп. Біз 30-дан 30 балл алдық. Ал келесі сұрақ. Мына жерде достар сұрақтар өте көп. Соның ішінде ол ананың руы қандай, ананың жасы нешеде, оның бәрі. Анамыздың жасы маме всегда 18, так что. Жоқ, мен айта аламын. Жасым 35-те. Адина Мадина мен үлкен балаларым. Әлде біледі шығар подписчиктар. Содан кейін бізде Мирас 5 жаста. Мектепке барады скоро. Биыл 0 сыныпқа барады. Адина Мадинаны жақсы көретін тағамдарын білесіз бе? Әрине білем. Адина Мадина жақсы көретін тамағы, ол әрине қазақтың ұлттық тағамы, ол бешбармақ. Және де манты. Кез келген уақытта, кез келген жерде мантаны жейді. Біз кішкентай кезімізде кафелерге барғанда үнемі манты алатынбыз. Үнемі. Келесі сұрақ. Айтпақшы мам, шай ішуге болады. Да? Рахмет. Достар, міне бір шай қойып қойдық. Бізде андай бизнес-ланч сияқты. Үйдің еркесі кім? Еркесі? Еркесі Мирас. Да, еркесі Мирас. Сен мен үшін жауап берді ғой. Әрине үйдің еркесі Мирас бізде. Мирас кіші болғандықтан үйде бәріміз соны еркелетеміз, бәріміз қатты жақсы көреміз. Сол үшін Мирас. Бітті ма сұрақтар? Жоқ. Тағы да бар ма? Иә. Келесі сұрақ. Видео түсіретін кезде аналарың қарсы болған жоқ па? Қарсы болдыңыз ба? Қарсы болған жоқсыз ба? Жоқ, әрине мен қарсы болған жоқпын. Өйткені негізі Адина Мадина 6-7 жастан бастап әртүрлі кастингке қатысып, әртүрлі бағдарламаларға қатысып, жаңағы съемканы бастаған. Сол кезде және де олардың әр қарай блог түсіреміз, блогер боламыз деп, біз үшін ешқандай жаңалық болған жоқ деп айтуға болады. Ол логикалық түрде болып қалды. Сондықтан біз әрине қарсы болған жоқпыз. Неге қарсы боламыз? Иә. Жақсы, өздеріне ұнаса.
екеуміздің арамызда болған күлкілі оқиға. Да, айтып берсеңіз. Көп қой, қалай? Бір кезде сендер кішкентай болдыңдар ғой. Біз жаңағы азық түлікті алуға барғанбыз. Біздің Астанада Артем деген базар бар. Астаналық базар? Иә, Астаналық базар деп есептеледі. Сол жерде Адина-Мадина қасында болған, бірақ бір кезде адам көп болып кетті да. И Адина-Мадина бір кезде шошып кеттім, іздедім, жаңағы бүкіл жерде қарадым, бірақ жоқ. Бір жарты минуттың ішінде білмеймін қалай олар кетіп қалды. Ал олар болса өздері далаға шығып, жолды өтіп, светоформен Қызыл түске өтті. Иә, ол кезде тіпті олар мектепте де оқыған жоқ, балабақшада. 4-5 болды да. 4-5 жаста. Өздері машинаға барып, біздің жаңағы парковкаға машинаға барып, машинаның жанында тұр екен. Жылап. Содан біз жаңағы продуктыны іздейміз, жоқ қой. Сосын ойладық, қазір продукты апарып машинаға, содан кейін полиция немесе сондайларға бір нәрсе істейміз деп барсақ, ал Адина-Мадина сол жерде тұр екен. Еще машинаны біз өте алысқа қойдық. Базардан алып. Бірақ өздері мені таңғалатын бір нәрсе, ол қалай олар тез жарты минуттың ішінде, 1 минуттың ішінде максимум өздері шығып Артемнің жолды өтіп, жаңағы парковкаға барып машинаның жанында тұр екен. Бізге адамдар көмектесті, сұрады, мама номері қандай, мама номерін білесің ба, аты жөні қандай деп. А сендер ол кезде білген жоқсыңдар? Біз номерді білген жоқпыз. Жақсы. Бітті ма? Бітті ма? Тағы да ма? Жоқ. Неше сұрақ болды? 3-4 сұрақ. Тағы да 3-4 сұраққа жауап берейік, сосын аяқтаймыз. Қандай? Достар, біз мұнда шайдан дайындап қойдық, сол үшін мама шай ішіп, тәттілер жеп жатыр. Аннаның руы қандай? Менің руым Керей. Мен жалпы солтүстік Қазақстаннан болам, Петропавл жағынан. Осы жазда біз сол қалада демалдық. Иә, тәжеміз. Нағашы жетамыз. Адина-Мадина жазда міндетті түрде нағашыларға барып тұрады. Негізі Адина-Мадина подписчиктері өте күшті. Өйткені мен анда-санда жаңағы ютубқа кірем, ютубтың комментарияларды оқимын, инстаграмдағы комментарияларды оқимын. Бәрі сондай жақсы, бәрі сондай жақсы таза ақ ниетпен бәрі айтады, сендерге көп жақсылық тілейді. Ол әрине қуантатын жағдай. Сондықтан Адина-Мадинаның подписчиктеріне көп рахмет. Достар, келесі сұрақ, бір ғана сұрақ қалды, өйткені анамыз киімді өздері таңдай ма, әлде сіз таңдайсыз ба? Бірге қараймыз, бірге таңдаймыз. Егер сендерге осы видео ұнаса, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар және каналға тіркеліңдер. Сендермен бірге болған Адина-Мадина Twins. Бай-бай. Сау болыңдар.